Өңірде креативті индустрия мамандарына арналған жасанды интеллект идеядан табысқа дейін атты бірегей практикум өтті. Іс-шараның басты мақсаты заманауи технологияларды қолөнершілер, тігіншілер мен суретшілердің күнделікті жұмысына енгізу арқылы олардың табысын арттыру. Бүгінде шығармашылық адамдар үшін уақытты үнемдеудің ең оңтайлы жолы жасанды интеллектіні меңгеру. Практикумға жиналған қатысушылар жасанды интеллектпен танысып қана қоймай, оны өз кәсібіне енгізуді үйренді. Мамандардың айтуынша, технология адамның орнын баспайды, тек оның жұмыс процесін жеңілдететін құрал ғана. Әрбір адамның әрбір салаға қажет. Қазіргі таңда, мысалы, кәсіпкер болсын, ол қолөнерші болсын, мұғалім болсын, дәрігер болсын, барлығына әлеуметтік желі маңызды, және де барлығына да жасанды интеллектті меңгеру арқылы үлкен жұмыстар, жобалар жасайды деп ойлаймын. Сол себепті осы сондай мақсатта осы практикумды жасаймыз деп шештік. Практикум барысында қатысушылар бір сөзден сурет әдісі арқылы секунд ішінде дизайн жасауды үйренді. Мысалы, тігіншілер көйлектің жаңа фасонын сыздырса, қолөнершілер Instagram желісіне арналған сауатты жарнама мәтін жаздырды. Басты назар жасанды интеллектке дұрыс тапсырма беру дағдысына аударылды. 2026 жылды президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жасанды интеллект және цифрландыру жылы деп жариялаған болатын. Осы тұрғыда анаға тағзым орталығының креативті индустрия бөлімі бізде осы креативті индустриядағы жасанды интеллект бойынша бүгін курс өткізіп жатырмыз, және алдағы уақытта да өнер тапқыштармен, біздің Қызылордадағы Қызылорда хабтың мамандарымен, IT мамандарымен бірлесіп осы жыл бойы және алдағы жылдарда 5 жылдықта біз осы жасанды интеллектті креативті индустрияға ұштастырғымыз келіп тұр, біріктіріп. Яғни бұл жасанды интеллекттің біздің креативті индустрияға қажетті бағыттарының бірі, яғни біздің креаторларымыз өздерінің кәсіптерін, өздерінің осы креативті индустрияның 43 экономикалық түрі бар, соның барлығын осы жасанды интеллект арқылы жұртқа, халыққа көрсете алса. Сондай-ақ шарада цифрлық этика мен қауіпсіздік мәселесі де назардан тыс қалмады. Жеке деректерді қорғау және жасанды интеллект ұсынған ақпаратты сараптай білу бүгінгі күннің басты талабы. Осылайша креативті индустрия өкілдері заманауи құралдарды пайдалана отырып, өз кәсібін жаңа деңгейге шығаруға мүмкіндік алды. Нұршат Нышанова, Фариза Туриханова, Батырхан Жарасқан, Сәуле Нұрпейісова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.